Ё-моё, житель, наңғара, сенің деревняңда үйдің половинасы жарылқапты чё-то. Мә, бұны кім істеді? Кім жарып тастады біздің үйімізді, деревнямызды, половина үйімізді? Короче, житель, бізге кеше разбойниктердің бастығы келген, и ол чуть-чуть біздің деревнямызды жарып тастады, и ол 2 жительді өлтіріп тастапты, и біз жительдар екеуміз собраться еттік мұнда, чтоб бұның бәрін восстановить ету үшін. Жарайды, мэр, түсіндім. И, кстати, кеше еще анау разбойниктердің бастығы менің үйімді жарып тастағанда, ол еще менің үйімде сандықта андай драгоценный шлемді ұрлап алған, андай золотой шлемді. Так, мұнда вроде ешкім жоқ. Так, мэрдің үйінде не бар екенін көрейік, давайте. Так, мынау чё за сандық? Мә, мынау сандықта, по-моему, мэрдің заттары. Так, ал мынау немене? Мэрдің шлемі. Мә, мынау шлем өте әдемі көрінеді екен. Так, мынау шлем енді менікі болады. Достар, көрдіңдер ме? Мен он вообще көп хпсін алып тастадым, ода вообще апазақ хп қалды. Есть, достар! Наконец-то мен оны өлтірдім. Наконец-то, достар, победа. Эй, тоқта! Так, мэр, не болды? И, кстати, анау разбойниктердің бастығы менің үйімде сандықтан анау драгоценный золотой шлемді ұрлап алды. Сен оны тоже маған қайтаруың керексің, анау разбойниктердің бастығынан. Ой, мэр, анау разбойниктердің бастығы и жер астыдағы қорқынышты үй туралыны только біз ғана емес, басқа адамдар да білетін шығар. Может, басқа адамдар да оған нападать ететін шығар. Короче, разбойниктерде андай деревня бар, плоский мирде, и сол деревняда раньше 1704 жылдан бастап анау вызыватель тұрған, и сол вызыватель разбойниктердің бастығының досы болған, и ол деревня қазір әлі бар, и вот ол со жақта қазір. Менің анау золотой шлемім со жақта. Сен оны достать етуің керексің, и маған әкелуің керексің, Диас. Ой, мэр, мен енді ғана келдім. Біраз демала тұрайыншы. Потом барайыншы со жаққа. Все, давайте. Наконец-то мен мынау деревняны таптым, разбойниктердің. Қазір мен бүкіл разбойниктерге отомстить етем. Олар менің ақшамды ұрлап алған үшін. Так, тихо, мұнда разбойник жүр. Бергел, мал, не саған. Еба, разбойниктер, вызывательдер, сондайлар, оказывается, өте көп жыл тұрады екен ғой. Ол вообще 1704 жылы туыпты ғой. Так, ал мынау чё за сандық? Так, книга с пером. Так, мында не бар, көрейік. Ема, мынау кітаптың ішінде историясы жазылып тұр. Вызывательдің, осы могиладағы разбойниктердің бастығының досының вызыватель деген историясы жазылып тұр. Так, давайте оқиық. Так, ладно, все, мен мынаны оқып болдым. Мен ары қарай іздей берейін. Анау разбойниктарды... Кімсің сен? Ой, бәл... Короче, достар, анау мэр менің анау плоский деревняға, разбойниктердің деревнясына, плоский мирдегі прям қазір баруың керексің дейді. Мэрға вообще пофигу, достар, чё-то менің шарша келгеніме. Ладно, достар, короче, мен
біраз демала тұрам, и мен только потом демалып болған соң ғана барам сол разбойниктердің деревнясына, плоский мирдегі анау драгоценный золотой шлемін қайтаруға. Мэрдің разбойниктердің бастығы ұрлап алған. Так, анау Серік деген житель өз үйінде тұр. Так, ладно, ол тұра берсін, бір нәрсе істеп со жерде. Так, ал анау немене? Мә, осы деревняда скамейка бар екен какой-то. Ладно, давайте, достар, осы скамейкада отыра тұрайық біраз. Мә, удобный скамейка екен, достар. И вид хороший екен мұнда. Короче, достар, давайте біз броняны шешіп тастайықшы. Уақытшаға. Броняны біраздан соң кием. Броняны, а то мен что-то шаршап кеттім бронямен жүруден. Короче, достар, мен сендерге былай айтқым кеп тұр. Короче, достар, помните, 3 жыл бұрын мен, короче, өз YouTube каналымда андай видео түсіргенмін. Маған қорқынышты монстрлар нападать еткен. И потом, короче, сол видеоның 6-шы бөлімінде, короче, мен, короче, қорқынышты монстрлардың генераторларын көрдім. И, короче, анау разбойниктерде, достар, тоже, оказывается, генератор бар екен. Маған Серік деген житель айтқан, сары очкимен жүретін. Анау қорқынышты монстрлардағы генератор секілді. И, короче, достар, мен 7-ші бөлім түсірген жоқпын сол маған қорқынышты монстрлар нападать еткен видеон. Потому что, достар, мен сол кезде 6-шы бөлімде мен, короче, Нижний мирға бардым. И потом, короче, мен Нижний мирда андай кирка тауып алғанмын. Алмазный, крутой кирка, достар. Нижний мирдағы замокта. И соның көмегімен, достар, мен, короче, қорқынышты монстрлардың генераторларын шағып тастағанмын. И поэтому, достар, 3 жыл бұрын мен, короче, 7-ші бөлім шығарған жоқпын. Маған қорқынышты монстрлар нападать еткен. И мен, короче, видеоға түсірген жоқпын. Қалай генераторды шағып тастағанымды. Короче, достар, мен біраздан соң, наверное, Нижний мирға барып, и Нижний мирдан, наверное, қайтадан сол кирканы табатын шығармын, чтобы соның көмегімен разбойниктердің генераторын шағу үшін разбойниктердің плоский мирдегі деревнясына барғанда. И, кстати, достар, мен, короче, жер астыдағы қорқынышты үйге обратно возвращаться етпейм, потому что жер астыдағы қорқынышты үйде басқа қызықты түкте жоқ. Жер астыдағы қорқынышты үй бұл просто разбойниктердің секретный базасы ғой. И сол жер астыдағы қорқынышты үйге разбойниктер жительдарды заманивать етеді. И не только жительдарды, и еще адамдарды да. Так что мен обратно возвращаться етпейм жер астыдағы қорқынышты үйге. Ой, достар, мен что-то мұрным бітеліп тұр. Мен что-то ауырып тұрмын, достар. Біраз ауыр қалдым. Ладно, пофигу. Отыра берейін. Эй, тұр мына жерден, біз отырамыз мұнда. Сен кімсің? И вообще, кім саған рұқсат берді мынау скамейкаға отыруға, а? Өз-өзіме рұқсат бердім. Ха, Айдос, естідің бе? Өз-өзіме рұқсат бердім де қояды ғой. Ха, сен вообще кімсің? Сен қайдан келдің осы деревняға? Біз сені вообще көрген жоқпыз ғой осы деревняда. Мен осы деревняда тұрмаймын, мен осы деревняға қонаққа келгем жай. Қонаққа келдің бе не? Өй, сендер қуасыңдар ма?
Так, ал анау кім? Артындағы жительдар. Мынау артындағы жительдар, олар тоже сендермен заодно ма не? Олар тоже сендердің достарың ба не? Неменеге сұрайсың сен? Какая разница саған, долбан? Короче, все, давай, жоқ бол кет мына жерден. Біз отырамыз мында. Давайте, жігіттер, отырыңдар мында. Ладно, все, мен кеттім. Короче, достар, мынау ұлдар мені қуып жіберді мынау скамейкадан. Қараңдар, олар отырып жатыр бірге скамейкаға, и олардың қасында житель какой-то. Ол тоже, наверное, солардың достары. Ладно, достар, пофигу оларға. Мен, короче, Нижний мирға барып, анау кирканы іздейін дегенмін. Алмазный мықты кирканы, чтоб генераторды сындыру үшін. Короче, мен, наверное, Нижний мирға баратын шығармын все-таки. Так, тихо, мен қайдамын? Мынау чё за место? Білем, мен түкте көрмеймін. Көмектесіңдерші. Қайдамын мен? Көмектесіңдерші. Кім бар мұнда? Все, мен түсінген сияқтымын. Мен жер астындамын. Мен какой-то гробтың ішінде жатырмын. Мына жер өте қап-қараңғы. Маған төбені шағу керек тез. Давай, шағыл тез. Мұнда гробтың есігі. Оны шақ керек. Давай, шағыл. Блин, ол өте ақырын шағылады. Давай, шақ тез. Так, все, мен гробтың есігін шақтым, енді земляның өзін шағу керек. Давай. Все, мен шақтым. Так, енді мына жерден шығу керек как-нибудь. Так, давай, қаз мынаны, қаз. Так, мен гробтың ішінде болдым. Мені біреу заживо похоронить етті. Тірілей көміп тастады біреу жердің астына. Мен тез шықтым гробтың ішінен. Мен, по-моему, уже вспоминать етіп жатырмын. Мен, 2 сағат бұрын мен, осы сандықтың ішіндегі кітаптағы осы вызывательдің историясын оқығанмын. И потом оқып болған соң артқа бұрылғанда мені какой-то бір непонятный бір белгісіз разбойник талдыртып жіберді. И, по-моему, сол разбойник мені тірілей көміп тастады. Так, ладно, все, мен, по-моему, мынау разбойниктермен справиться етпеймін. Так что маған осы жерден қашу керек дес. Так. Нет! Ой. Короче, достар, мен шахтаға бар келдім. И, мен шахтада өзіме алмазный киркас крафтить етіп, обсидиан добыть еткем. Мен, 12 обсидиан добыть еттім, чтобы портал жасау үшін Нижний мирға. Так, тихо, мынау опять жаңағы ұлдар. Эй, берген! Не керек? Қайдан келятсың сен? Ал сендерге какая разница? Эй, сен неменеге сондай дерзкийсің, а? Мынау житель, ол менің бауырым, ол сенің көтіңді айырады, ұқтың ба? Рамазан, болды, қойшы, болды. Жігіт бергелші, біз просто танысқымыз келеді, сен бізді кешірші, біз саған нарываться еткеніміз үшін. Давай, бергелші.
не болды? Не болды? Не сұрайын дегенсіңдер? Короче, сенің атың кім? Біз просто танысайын дегенбіз. Диас. Сен қай жерде тұрасың? Мен, короче, осы деревняда тұрмаймын. Мен осы деревняға просто қонаққа келгенмін. Мен, короче, кеше жер астыдағы қорқынышты үйде болғанмын. И мен, короче, сары очкимен жүретін жительмен со жерден выбраться Атты сөйлеші! Неме ақырын сөйлеп тұрсың, ей? Ал саған какая разница? Мен всегда осылай сөйлеймін ғой. Мен сен секілді, сен сияқты тупой секілді бақырып сөйлемеймін, бүкіл әлемге бақырып. Не деп айттың, сука? Расына рас төбелесесің ба? Жоқ, мен ондай бала емеспін. Мен ешкіммен төбелеспеймін, ешкіммен шықпаймын мен. Неге? Ой, все, короче, кетіндерші. Маған бір шаруамен заниматься ету керек, бір важный нәрсемен. Сайпаль, блядь. Ой, короче, достар, анау жаман балалар уже жынға тикетті. Нервыма тиіп. Житель, Серік, привет. Привет, Диас, не істеп жүрсің? Мен, короче, сендердің деревняларында қыдырып жүргенмін. И, короче, житель, осы деревняға, короче, жаман балалар келіпті. И олар, короче, үшеу болған. Олар уже вообще мен нервыма тикетті. Короче, первый раз олар мені скамейкадан қуып жіберді. Ал второй раз мен мимо өтіп бара жатқанда олар мені тоқтатып и нервыма тиіп тұрды. Мынау житель менің бауырым, ол сенің быт-шытыңды шығарады деп. Я, Диас, мен соларды тоже көргенмін. Олар вообще адамдардың нервысына тиеді ғой. Мен сол балаларды 1 жыл бұрын көргенмін осы деревняда. Олар 1 жыл бұрын жаздың күні келген осы деревняға и жительдарға докапываться еткен сол балалар. Понятно, житель. Короче, житель, мен, Нижний мирға барайын деп жатқанмын. Мен, өзіме обсидиан добыть еттім. И, мен сол Нижний мирда, мен, замокқа отправляться етейін дегем. И Нижний мирдағы замоктың ішінде, алмазный кирка бар. 10 000 уронға. Прикинь, 10 000 урон. И, мен сол киркамен разбойниктердің генераторын шығайын дегенмін. И, житель, мен дәл сондай киркамен қорқынышты монстрлардың генераторын шаққанмын 3 жыл бұрын. Помнишь, житель, менің каналымда видео бар ғой, маған қорқынышты монстрлар нападать еткен видео. И сол қорқынышты монстрларды тоже генератор болған, білесің бе? Я, Диас, мен көргенмін сенің сол видеоңды. Сен қорқынышты монстрлармен сражаться еткен. Жарайды, житель. Менде уақыт жоқ. Жарайды, давай, пока. Мен, кеттім Нижний мирға отправляться етуге. Давай. Ой, қайдамын мен? Тихо, мынау что за место? Қайдамын мен? Так, опять сенсің, разбойник. Менің заттарым қайда? Сенің заттарың менде. Мен алып алып, чтоб сен мынау клеткадан шықпау үшін. Так, опа, досым, мынау кім клеткада отырған?
бастық, мынау жігіт просто біздің осы деревнямызға нападать еткен, и мен оны осы клеткаға посадить еттім, и оның бүкіл заттарын алып алдым, чтобы ол шықпау үшін. Мә, жарайды досым, молодец. Не? Ал мынау кім? Короче, 1736 жылы мынау капюшонмен жүретін разбойник вызывательмен танысып алған, и олмен дос болып кеткен. Но бірақ 2020 жылы сол вызывательді Диас деген адам өлтіріп тастады, и поэтому мен осы капюшонмен жүретін разбойниктің жаңа досы болып кеттім. И, кстати, мынау капюшонмен тұрған разбойник ол қазір бүкіл разбойниктердің бастығы. Ол 1738 жылдан бастап бүкіл разбойниктердің бастығы болып кеткен. И, кстати, біз қазір жер астыдағы қорқынышты үйдеміз. Короче, мынау ең бірінші жер астыдағы қорқынышты үй 1738 жылы построиться етілген. И, кстати, жер астыдағы қорқынышты үй ол мынау біздің разбойниктеріміздің бастығының идеясы болған, соны жасау. Ой, мен білемін жер астыдағы қорқынышты үйді. Оны қазір бүкілі біледі. Блин, сендер не істейсіңдер мені вообще? Не үшін мені мұнда посадить еттіңдер? Сен осында біраз отыра тұр, бала. Біз сені потом өлтіреміз. Я, и, кстати, разбойниктердің бастығы, ну чё, айтсайын не болғанын, қалай деревняға нападать еттіңдер, деревняға нападать ету күні қалай өтті? Если честно, досым, вообще жаман өтті. Потому что мен номері 22-ші деревняға нападать етуге барғанда, мен оған, короче, рейд устроить етейін дегенмін. И потом, короче, біз сол деревняға жетейін де қалғанда, бізді Диас встретить етті. И, короче, біз сол деревняға анау разбойниктердің редстоуннан жасалған големмен бірге нападать етейін дегенбіз. Но бірақ Диас сол големді өлтіріп тастады, и біздің несколько разбойниктерімізді. И, короче, мен Диаспен шайқасайын дегенмін тоже, но бірақ мен оны жеңе алмай қойдым. Бізге қайтадан редстоуннан жасалған големді істеу керек пе? Ой, білмейм, ол редстоуннан жасалған големді істеу өте қиын. Біз оны разбойниктермен бірге 1 ай істегенбіз, 1 ай. И біз, короче, оны почти істегенде, оны, короче, до конца анау сары очкимен жүретін житель доделать еткен, мен оның памятін кетіріп тастағанда. Ол разбойник болғанда. Ол өзін разбойник деп ойлағанда. Ей, разбойниктер, сұрақ қояйыншы. Не керек? Короче, мен осы деревняға келгенде, мен, короче, анау кладбищеде, анау капюшонмен жүретін разбойниктердің бастығының вызыватель деген досының историясын оқығанда, сандықтағы кітаптағы. Короче, мен сендерге сұрақ қойғым кеп тұр. Сендер, оказывается, 1704 жылдан бастап өмір сүреді екенсіңдер ғой. Мен сендерге сұрақ қойғым кеп тұр. Сендер неге сонша көп жыл өмір сүресіңдер? Мен вообще в шокемін. Разбойниктер негізі көп өмір сүрмейді. Просто 1680 жылы разбойниктердің бастығы, Клазыр деген бастығы, просто
генератор создать еткен разбойниктердің бесконечный генераторын. И мен және осы капюшонмен жүретін разбойник сол генератордан пайда болғанбыз негізі. Мынау капюшонмен жүретін разбойниктердің ата-аналары сол генератордың кесірінен пайда болған. Ал мен 1680 жылы сол генератордан мен ең бірінші пайда болғанмын. Мен сол генератордың, разбойниктердің генераторының ең бірінші разбойникмін пайда болған. Поэтому сол генератордың кесірінен біз өте көп жыл өмір сүреміз. И басқа разбойниктер тоже. Біз даже бесконечно өмір сүре аламыз сол генератордың кесірінен. Бесконечно. Глазырь деген разбойниктің арқасында сол генераторды создать еткен. Ой, менің не істесем болады? Біз деревняға нападать еткенде, осы деревнядағы бүкіл разбойниктерді өлтіріп тастады. Мен жалғыз өзім ғана қалдым. Мен әрес қашып кеттім. Ой, мен уже жалығып кеттім өмір сүруден. Маған бір идея келді. Мен өзімді өлтірмес бұрын, самоубийство жасамас бұрын, мен осы деревняда разбойниктердің бесконечный генераторын создать етем. И разбойниктер сол генератордың арқасында бесконечно өмір сүреді. И олар менің орныма деревняларға нападать етеді. И жительдарды өлтіретін болады. Менде өзіммен бірге командный блок бар. Мен разбойниктердің генераторын осы жерге жасай салайын. Мынаны бұздым, енді мынаны. Енді осы жерге маған командный блок қою керек. Все, командный блокты қойдым. Енді маған осы командный блокқа бір командалар жазу керек. Код команды. Все дайын. Ең бірінші разбойник осы генератордан пайда болады. Ол ерекше болады. Оның басында алмазный очки болады. И оның ремені мен иықтары алмазный болады. И ол осында пайда болғанда, несколько минуттан кейін пайда болғанда, ол білетін болады. Мен туралыны білетін болады. Все, генератор дайын. Енді разбойниктер бесконечно появляться етеді осы генератордың арқасында. Все, мен генераторды істеп болдым. Енді мен өзімді өлтіруге дайындалайын, самоубийство жасауға. Менде өзімен бірге садақ бар. Все, қош болыңдар. Отлично, мен генератордың кесірінен пайда болдым. Мен, получается, ең бірінші разбойникпін. Осы генератордан пайда болған. Мен енді бесконечно өмір сүре алам. Жақсы болды. Ал мынау, получается, Глазырь деген разбойник. Мен осы разбойникті білемін, потому что мынау разбойник осы генераторды істеген. И мен сол генератордың кесірінен ең бірінші пайда болғанмын. Ой, жарайды, ойындама, Глазырь. Мен қазір сені осы деревняда бір кладбищеда похоронить етем.
И біз сенің орныңа жительдарға нападать етеміз и жительдарды өлтіреміз. Осы генератордан басқа бір разбойниктер пайда болғанда да. Так, егер мынау генераторда тағы да разбойниктер пайда болса, то маған сол разбойниктерге бәрін айту керек, потому что мен ең бірінші разбойникпін, и только мен білемін осы Глазырь деген разбойникті, и осы разбойник осы генераторды создать еткен. Так, маған пока осы Глазырьді похоронить ету керек. Қош бол, Глазырь, біз сені ешқашан ұмытпаймыз. Сен разбойниктердің бесконечный генераторын істедің, и сол генератордың кесірінен мен пайда болдым, и мен бесконечно өмір сүрем. Көп рахмет саған сол үшін. Так, все, мен Глазырь деген разбойниктердің бастығын похоронить еттім. Так, мен генератордан ең бірінші пайда болдым. Мен барып сол генераторды көргенше, мен енді сол генераторға қарайтын боламын. Так, мынау немене разбойниктердің деревнясы ма? И мен осы генератордан пайда болдым ба? Ей, сәлем, давай танысайықшы. Танысайық па? Жарайды, мен қарсы емеспін. Давай кеттік, қыдыр келікші осы деревняда. Жарайды. Потом осы деревняда қыдырып болған соң жительдардың деревнясына нападать етуге барамыз. Поборник, мен саған бір нәрсе айтқым кеп тұр, сразу бір нәрсені. Сен әдемі екенсің ғой, мен саған үйленгім келеді. Менің де саған үйленгім келеді. Егер саған біреу тиіссе маған айт, мен сені қорғаймын, қымбаттым, мен сені сүйемін. Так, короче, анау капюшонмен жүретін разбойник деревняда жительдарды ең күшті өлтіргендіктен оған идея келіпті жер астыдағы қорқынышты үй жасау, чтоб соған жительдарды заманивать ету үшін, и сол жер астыдағы қорқынышты үй разбойниктердің секретный базасы болады деген. Маған, короче, бір ой келді. Мен қазір осы Глазырь деген разбойниктің могиласын откопать етіп, и, короче, жер астыдағы қорқынышты үйге могила жасайтын шығармын, осы Глазырьдің могиласын, потому что мынау Глазырь деген разбойник ол біздің бастығымыз болған, ол бесконечный генератор создать еткен разбойниктердің. Поэтому мен осы Глазырьдің могиласын жер астыдағы қорқынышты үйге жасағым кеп тұр.
Ё-моё, ужас! Жарайды досым, давай кеттік, генераторды қара келекші, генераторды. Тыныш отырмын да, даусымды шығармай. Я келе жатырмын, бастық. Ё-моё, ужас! Оказывается, Майнкрафттың жап-жаңа версиясында анау Глазырь деген ескі 1680 жылғы разбойниктердің бастығының кесірінен пайда болыпты ғой. Разбойниктер Майнкрафттың жап-жаңа версиясында. Олар разбойниктер вроде ескі версиясында болған жоқ Майнкрафттың. Ал Майнкрафттың жаңа версиясында анау Глазырь деген разбойниктің кесірінен пайда болыпты. Разбойниктер. Потому что анау Глазырь деген разбойник генераторды создать еткен разбойниктердің генераторын. И сол генератордың кесірінен разбойниктер, оказывается, бесконечно өмір сүреді екен. Блин, мен мынау клеткадан никак шыға алмайм. Так, менде камера бар. Маған хотя бы камераға видео түсіру керек и соның бәрін айту керек видеоға, чтоб басқа адамдар хотя бы анау генераторды сындыру үшін. Я, мен сөйтейін, анау разбойниктер мені өлтірмес бұрын. Так. Адамдар, короче, мен сендерге срочно өте важный нәрсе айтқым кеп тұр. Короче, қараңдар, мен қазір разбойниктердің клеткасындамын. Мені разбойниктер осы клеткаға посадить еткен, и мен сендерге срочно бір нәрсе айтқым кеп тұр. Короче, плоский мирде разбойниктердің деревнясы бар, и, короче, сол деревняда, короче, 1680 жылы Глазырь деген разбойник генератор істеген, и сол генератордың кесірінен Майнкрафттың жап-жаңа версиясында разбойниктер пайда болған. И мен, короче, сендерге осы нәрсені айтып тұрмын, чтобы сендер сол генераторды остановить ету үшін как-нибудь остановить етіп. Анау разбойниктер маған еще былай айтқан, олар мені өлтіреді деп. Короче, анау разбойниктер только что осында болған, олар просто сол генераторды қара кетуге кеткен. Короче, мен өтірік алдап тұрған жоқпын, мен сендерге шын айтып тұрмын. Уаллахи дем даже, уаллахи. Если даже сенбесеңдер, то мен ары қарай түсіре берем. Давайте күте тұрайық пока. Разбойниктер осында келгенше дейін. Если келсе, то сонда ғана маған сенетін шығарсыңдар. Даже если сенбесеңдер. Достар, мен, по-моему, біреудің дауысын естіп тұрмын. Бұл разбойниктер, наверное. Олар келеді қазір. Так, тихо, тихо. Ей, бала! Не болды, не керек саған, разбойник? Сен біздің деревнямызға бекер нападать еттің, потому что сен өлесің қазір. Жоқ, пожалуйста, не надо, өлтірмеңізші мені, өлтірмеші. Жоқ. Жоқ. Мен сіздің любой желанияңызды орындаймын. Өтінем, мені өлтірмеңізші. Өтінем. Жоқ.
Короче, достар, далада уже түн бат кетті. И мен, короче, достар, Нижний мирға бар келдім. И, короче, достар, қарандар, мен тот самый кирканы таптым. Мен, короче, 3 жыл бұрын дәл осындай киркамен монстрлардың генераторын шаққанмын. Қорқынышты монстрлардың. Ладно, достар, мен, короче, наверное, кеттім. Мынау Серік деген жительдің үйіне ұйықтауға. Ладно, давайте. Короче, достар, далада уже таң атты. И, короче, достар, мен, ютубқа новый 2 видео салғым кеп тұр, достар. 2 жаңа видео. Бірінші видеода мен, фри админ деген ойынды соңғы рет ойнайын деп жатырмын. Ал екінші видео, достар, ол, қысқа ужастик. Давайте, достар, біз сол видеоларды ютубқа салайық. Менің жаңа видеоларымды осы скамейкада отырып. Так, все, достар, мен вроде салдым ютубқа сол 2 видеоны. Жігіттер, қарандар, мұнда кешегі қонақ келді ғой, осы деревняның қонағы. Даун, біз саған айттық қой, осында отырма деп. Мынау біздің точкамыз, біз отыратын жер мынау. Жоғал мына жерден. Вот именно, кет мына жерден. Мен саған кеше былай айтып едім ғой, біз сенімен достасамыз деп, танысамыз деп. Сен шынымен де соған сен қалдың ба? Біз сенімен достаспаймыз вообще. Не істейсің ал? Мен саған еще кеше кешірім сұрағанмын, сен шынымен де мені кешірім сұрайды деп ойлайсың ба? И біз сенің мазанды алмаймыз деп ойлайсың ба? Давай, кет мына жерден. Блять, мынаулар уже мен қатты нервыма тиетті. Мен скоро шүйлерімді де өлтірем. Тихо, тоқтаңдар. Сендер вообще в курсесіңдар ма? Менде алмазный броня бар емес пе? Алмазный, и менде қылыш бар, так что наоборот сендер кетіңдер мына жерден, а то мен сендерді қазір прям на месте өлтіріп тастаймын мында, түсіндер ме? Сен немене сондай дерзкейсің, а? Сен маған қара, менде вообще сенің броняңнан қарағанда күштірек броня бар, түсіндің ба? Расына рас, шығасың ба менен, а? Не болып жатыр мұнда? Серік? Серік, не болды? Диас, сені мэр шақырып жатыр. Давай бар, ол анау жақта собранияда. Анау жақта ма? Помнишь, біз бірінші рет осы деревняға келгенде бүкіл жительдар собраться етіп тұрған жер ме? Диас, давай бар тез. Диас, наху. Остан сен қайтадан осында кел, мен сенің көтіңді айырам, ұқтың ба? Мынау житель сенің көтіңді айыран, мынау житель менің бауырым, ол өте мықты, ұқтың ба? Ал сен сары очкимен жүретін житель, сен мынау долбоебпен сөйлеспе вообще. Ол бірінші бізге келіп алыпты, и бізге тиісіп отыр бірінші келіп. Қумаш! Так, все, қойыңдар, бүкілдерін қойыңдар, біз потом сөйлесеміз. Диас, давай, тез баршы, сені мэр шақырып жатыр, давай, тез, біз потом сөйлесеміз. Жарайды, мен кеттім, так, ал сендермен мен потом разберусь. Достар, мені мэр шақырып жатыр, и мен, кешегі собранияға бара жатырмын. Так, вот не мэр тұр. Так, стоп, погодите, достар.
Мен, короче, Джейсон Voorheesті білем. Ол өте опасный маньяк. Маған оны өлтіру керек. Так, все, мен Джейсон Voorheesті осы ямаға түсірдім. Енді маған оған суды құйып. Так, все, суды құйдым. Енді маған зажигалка алып, оны өртеу керек. Все, наконец-то мен Джейсон Voorheesті әрест жеңдім ғой, әйтеуір. Так, достар, мен, по-моему, осы жігітті білетін сияқтымын. Мен, по-моему, оны көргенмін где-то. Ей, не істеп тұрсың анау жақта? Давай, осында түссей собранияға. Жарайды. Так, давайте түсейік. Ой, блин, мен байқамай. Ладно, ничего страшного. Так, мэр, все, мен келдім. Короче, Диас, танысып қой, мынау сенің қасыңда тұрған жігіт ол Деннис. Оның аты Деннис. Мэр, мен оны білемін. Ол, короче, бір жыл бұрын баяғыда Джейсон Voorheesті өлтіріп тастаған, Джейсон Voorheesті жеңіп кеткен. Менде даже фильм бар Джейсон Voorhees туралы каналымда. Короче, тыңдаңдар, Деннис және Диас. Короче, анау разбойниктердің бастығы кеше осы деревняға келді де, менің анау үйімдегі сандықта драгоценный золотой шлемді ұрлап алды. И, короче, сол разбойниктердің бастығы сол шлемді плоский мирдегі разбойниктердің деревнясына апарып тастаған. И сендер екеулерін маған оны әкелуің керексіңдер. Сол деревняға барып. Түсіндіңдер ма? Короче, сендер екеулерін бірге отправляться етесіңдер и бірге держаться етесіңдер. Жоқ, мэр, мен мынау адаммен бірге іздегім келмейді сол деревняны. Мен лучше жалғыз өзім іздейінші сол деревняны. Потому что мынау адам обычный игрок сияқты болып көрінеді. Мен олмен вообще таба алмаймын ол деревняны. Ол вообще слабый болып көрінеді. Мен лучше өзім барайыншы сол деревняға. Өй, өзің слабыйсың. Мен негізі профессионалмын. Мен табалам сол деревняны. Мен сенен бірінші табам сол золотой шлемді. Аха. Так, все, қойыңдар, екеулерінде қойыңдар. Короче, Деннис, если сен жалғыз барғың келсе сол деревняға, то жалғыз бара бер. И Диас, сен тоже бар сол деревняға, но бірақ сендер бөлек жүресіңдер, разделяться етесіңдер. Тогда, если Деннистің семен бірге барғысы келмесе. Жарайды, мэр, но бірақ сол разбойниктердің деревнясы вообще қайда, біз білмейміз ғой. Так, Диас, сен мені Берік деп аташы. Менің атым Берік. Мэр деп атамашы, Берік те мені. Жарайды. Мен білмейм, ол деревня қайда екен. И бұл ушы менің проблемам емес. Если сол деревняны таппасандар, и еще менің золотой шлемімді таппасандар, то осы деревняға оралмаңдар. Ұқтыңдар ма? Қорықпа, мэр, мен сол деревняны тез табамын, потому что мен бір жыл бұрын Джейсон Voorheesті өлтіріп тастағанмын. Джейсон Voorhees ол вообще ең мықты маньяк болған. Так что, если мен Джейсон Voorheesті өлтіре алсам, то тогда деревняны тоже тауып сол золотой шлемді саған қайтарып берем. Мэр, мен, короче, тоже бір жыл бұрын Хрустальное озеро деген лагерьге барғанда мен тоже Джейсон Voorheesті көргенмін, но, к сожалению, мен оны өлтіре алған жоқпын. Ол мені өлтіріп тастады, но зато мен оны почти өлтірдім. Так что мен де табам деп ойлаймын сол деревняны. Ладно, Деннис, давай кет.
Қайдағы кеттік? Мен семен бірге бармайым со жаққа. Мен жалғыз өзім барам. Мен жалғыз өзім справлюсь. Жүрме менің артымнан. Короче, достар, анау Денис сол плоский мирдегі разбойниктердің деревнясын іздеуге анау жаққа кетті. Қарандар, кетіп бара жатыр. Ладно, мэр, давайте, мен кеттім. Мен, короче, анау жаққа барайын. Короче, достар, сендер көрдіңдер ме жаңа менің кімді көргенімді? Короче, анау Денис, ол, короче, 1 жыл бұрын Джейсон Вурхесті өлтіріп тастаған, достар. Помните, менде даже Джейсон Вурхес туралы фильм бар менің каналымда. И сол фильмде, короче, сол Денис болған. И ол, короче, сол фильмде Джейсон Вурхесті өлтіріп герой болып кеткен. Мен вообще, достар, ойламаппын. Мен оны көрем деп, достар. Мен вообще ойламаппын. Мен оны встретить етем деп. Ладно, достар. Короче, анау мэр, достар, вообще өте жаман екен, вообще. Мен сондай жаман мэрді вообще көрмеппін. Ол, короче, даже бізге айтқан да жоқ. Анау разбойниктердің деревнясы қайда екен? Ол просто айта салды, табындар. Если анау золотой шлемді сол деревняда таппасандар, обратно деревняға оралмаңдар деген. Ладно, достар, мен оны табатын шығармын деп ойлаймын. Давайте, кеттік. Блин, мынау мэр даже айтқан да жоқ. Анау разбойниктердің деревнясы қай жақта екен? Ой, маған енді оны 5 сағат іздеу керек. Ой, қайдағы 5 сағат? Вообще 100 жыл іздеу керек оны енді. Ой, жарайды, табатын шығармын. Так, давайте броняны киіп алайық и іздеуді бастайық. Так, давайте анау жаққа барайық. Так. Ой, если честно, анау мэр уже шынға тикетті. Ол уже 1 жыл жительдарға жаман обращаться етеді. Маған сол туралыны Баха деген житель айтқан, соны. Сол мэр уже 1 жыл жительдарға жаман обращаться етеді. Ой, қайдан табам енді анау деревняны? Ой. Короче, мен өзімен бірге еще также су алып алдым. Су. И еще также зажигалка. Короче, если мен анау разбойниктердің бастығын көрсем, или немесе өте мықты разбойникті көрсем, то мен 1 жыл бұрын секілді Джейсон Вурхесті өртеп жіберген секілді точно так же өртеп жіберем. Олар уже шынға тикетті. Всегда нападать ете беріп жительдардың деревнясына. Вечно нападать ете береді и грабить етеді жительдарды.